Сәлем, сіздермен бірге даму мед. Бүгін біз өкпені және өкпе қапты талқылайтын боламыз. Жалпы ең бірінші өкпенің анатомиялық құрылысына қысқаша тоқталып өтсек, чтобы бізде база пайда болып, дальше топографияны түсіну үшін. Мінекей бізде өкпенің негізгі екі бөлігін ажыратамыз: өкпенің ұшы және өкпенің негізі, апекс пульмони, базис пульмонис. Одан кейін өкпенің үш беті болады. Мінекей қабырға сүйектеріне қарап тұрған, алдыңғы жағынан болсын, артқы жағынан, бері жағынан болсын, қабырғаға қарап тұрған бетін қабырғалық беті деп атаймыз, фасциас касталис дейміз. Одан кейін төменгі, мына жерде бізде диафрагма жауып жатады ғой, диафрагмаға қарап тұрған бетін фасциас диафрагматика дейміз. Және екі өкпенің бір-біріне қараған беті болады, оны біз медиалды беті дейміз. Оның өзі екі бөліктен тұрады. Медиальдының алдыңғысы көкірек аралық, яғни медиастенальды беті деп аталады, ал артқысы, омыртқаға жақын орналасқандықтан пас вертебралис омыртқалық бөлігі деп атаймыз. Соған сәйкес мінекей үш беті болады және үш жиегі болады екен. Ең бірінші алдыңғы жиегі, мінекей бізде марго-антериор алдыңғы жиек бізде қабырғалық бетпен медиастенальды бетті бөліп тұратын жиекке жатады. Одан кейін келесі төменгі жиегі. Төменгі жиегі қабырғалық бетімен диафрагмалық бетін бөліп тұрады. Және бізде артқы жиегі бар. Артқы жиегі омыртқалық бетімен мына жерде қабырғалық бетін бөліп тұратын жиекке жатады екен. Сонымен қатар медиастенальды бетінде бізде өкпе қақпасы орналасады. Мына жерде жүрекпен енді көрінбейді, сіздер жалпы білесіздер, өкпе қақпасы орналасады. Ол жерден бізде жаңағы жүйке тамыры, артерия, басты бронх қақпаға кіреді, өкпеден бізде вена шығады. Біз бұл тамыр жүйке шоғырын бір сөзбен өкпе түбірі деп атаймыз. Біз оларды не үшін білуіміз керек? Себебі қазір синтопиясын айтқан кезде қажет болады, және бұл бөлімде өте маңызды құрылымға жатады. Енді біз топографиялық орналасуына тоқталайықшы өкпенің. Өкпенің топографиясын айтқан кезде галатопия, склетотопия және синтопиясына тоқталамыз. Галатопия деген сіздер білесіздер, дененің кез келген бөлігіне ағзаның қатынасын айтамыз. Бізде өкпе кеуде қуысында, яғни кабум-торатисте, оң және сол жақ жартысында плевраның ішінде орналасқан жұп органға жатады. Яғни галатопиясын айт десеңіздер, оның кеуде қуысында орналасқан айтасыздар. Енді келесі склетотопиясы. Склетотопия дегеніміз, яғни сүйекке қатынасы дедік, кез келген ағзаның қандай сүйектердің арасында орналасқан, соны айтамыз. Склетотопиясын айтқан кезде біз өкпенің жаңағы негізі және ұшы, оның жиектеріне байланысты біз проекциялық сызықтар жүргізіп, сол бойынша айтады екенбіз. Жаңа айтып өттік, мінекей өкпе ұшы болады дедік. Осы өкпе ұшы біз алдыңғы сабақтарда айтып өттік, кеуде клеткасының жоғарғы апертурасынан шығып орналасады. Мына жерден қарасақ, бізде бірінші қабырғадан 3-4 см жоғары жатыр, ал бұғанадан 2-3 см жоғары орналасады деп айтамыз. Бұл алдыңғы беті өкпе ұшының. Енді артқы жағынан бізде 7-ші мойын омыртқасының қылқанды өсіндісіне сәйкес келеді екен. Мінекей сонымен жоғарғы ұшы және алдыңғы беті және артқы бетін айттық, жоғарғы ұшының. Енді базис пульмонийге келсек, бізде өкпе негізі, ол бізде диафрагмамен шектеліп жатады. Енді жиектері бойынша біз өкпе шекарасын анықтай алады екенбіз. Жаңа айтып өткен алдыңғы жиек бойынша анықтайтын болсақ, мінекей мына жерде біз төс пен бұғана буынының байланысқан жерін көріп тұрмыз, төс бұғана буыны. Осы төс бұғана буынынан басталып алдыңғы жиек, мына жерден бізде естеріңізде болса линия медиана антериор, яғни алдыңғы орталық сызық бар. Сол алдыңғы орталық сызықтан төмен қарай жүреді, 6-шы қабырғаның шеміршекпен қиылысқан жерінен аяқталады екен. Бұл бізде алдыңғы жиектің шекарасы болып табылады. Енді төменгі жиектің шекарасына осы 6-шы қабырғаның жиегінен төменгі жиектің шекарасына жалғасып келеді. Мінекей санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6 мінекей. Осы жерден басталады төменгі шекара. Оны проекциялық сызықтар арқылы жүргіземіз. Ең бірінші линия аксиллярис антериор алдыңғы қолтығалды сызығынан басталады. Бұл жерден 7-ші қабырғаға түсеміз. Одан кейін линия аксиллярис медиадан 8-ші қабырғаға түсеміз. Линия аксиллярис постериор, яғни артқы қолтығалды сызығынан 9-ші қабырғаға түсеміз. Одан кейін линия скапулярия жауырын сызығынан 10-ға түсеміз. Және омыртқа маңы сызығынан, мінекей линия паравертебралис 11-ші қабырға тұсына дейін түседі екенбіз. Мінекей осы жерден бізде төменгі шекарасы аяқталады, және бізде әрі қарай ол артқы шекараға қарай жалғасып кетеді екен. Бізде артқы шекара, мінекей жаңа айтып өткен 11-ші қабырға тұсынан басталады, жоғары қарай 2-ші қабырға деңгейіне дейін барады екен. Яғни бұл бізде артқы жиекті құрайды. Сонымен біз өкпенің алдыңғы және төменгі артқы жиек арқылы өкпе шекарасын анықтай алады екенбіз.
Келесі өкпенің синтопиясына келетін болсақ, жалпы синтопия дегеніміз қандай ағзалармен байланысып жатыр, соны айтамыз, иә. Алдымен синтопияны түсінбес бұрын біз өкпе қақпасын біліп алуымыз керек. Өкпе қақпасы, жаңа да айтып өтті, көкірек аралықты бөліктен, яғни медиастинальды бөлікте орналасады дедік, және өкпе қақпасына кіретін ағзалар болады және шығатын ағзалар болады. Бізде артерия, жүйке, бронх, басты бронх кіреді дедік, одан кейін веналары өкпенің осы бізде қақпадан шығады деп айтқан болатынбыз. Енді мына жерде бізде оң жақ өкпе мен сол жақ өкпе түбірінің өзіндік ерекшеліктері болады. Жаңа өкпе түбірі дегеніміз осылардың қосындысы, иә. Мінекей мына жерде өздеріңізге лекция жазып алсаңыздар болады, екеуінің айырмашылығын түсіну үшін. Оң жақ өкпе түбірінен ең бірінші бронх, одан кейін артерия, сосын үшінші вена өтеді. Ал сол жақ өкпе түбірінен болса бірінші алфавит тәрізді, по порядку бірінші артерия, бронх, вена өтеді екен. Енді мінекей біз өкпе қақпасын түсіндік деп ойлаймын. Енді осы өкпе қақпасының орналасуына байланысты біз синтопиясын анықтай аламыз. Мінекей оң жақ өкпеде өкпе қақпасының алдында бізде оң жақ жүрекше орналасады. Оң жақ жүрекшеге сәйкес келеді. Ал жоғарғы қуысты вена, мінекей жазылыпты, верхняя полая вена, жоғарғы қуысты вена. Оның ішінен бізде диафрагмальды жүйке өтіп тұр, иә, соның жанымен. Ал бізде артқы жағында омыртқаның денесін, өнешті және сынар емес венаны көреміз. Сонымен мінекей оң жақ қақпанда бізде алдыңғы жағында оң жақ жүрекшеге сәйкес келеді, ал жоғарысында жоғарғы қуысты вена, артынан бізде омыртқа денесі, өнеш және сынар емес вена бізде байланысып жатады. Енді сол жақ өкпеге келетін болсақ, сол жақ өкпенің алдыңғы жағы бізде сол жақ қарыншаға сәйкес келеді. Жоғарыдан бізде қолқан доғасы және артқы жағынан бізде қолқанның бізде кеуделік бөлігін көреді екенбіз. Достар, біз жалпы галатопия, синтопия, склеротопиясына тоқталдық, негізгілерін айтып өттік. Енді келесі өкпенің бөліктеріне аздап тоқталып өтсек, сіздер білесіздер, мінекей өкпе, оң жақ өкпе 3 бөліктен, жоғарғы, ортаңғы, төменгіден, ал сол жақ өкпе жоғарғы және төменгі 2 бөліктен тұрады. Енді осы оң жақ өкпенің өзінде жоғарғы, ортаңғы бөліктің арасында бізде сай орналасады, біз оны горизонтальды сай дейміз. Фиссура горизонталис. Бұл сануал негізінен қиғаш сануалдың басталған жерінен алдыңғы қолтық сызығынан басталады, 4-ші қабырға шеміш шегіне дейін жүргізіледі екен. Мінекей алдыңғы қолтық алды сызығынан басталып, мына жерде 4-ші қабырғаның шеміш шегіне дейін осы сызық жүргізетін болсақ, бізде горизонтальды сайдың сызығы шығады. Одан кейін келесі ортаңғы және төменгі бөліктің арасында бізде қиғаш сай орналасқан, біз оны фиссура обликва деп атаймыз. Осы фиссура обликва бізде 3-ші кеуде омыртқасының қылқанды өсіндісімен 6-ші қабырға шеміршегін қосатын сызықты, бізде мына жерде омыртқа бар ғой, сонан 3-ші кеуде омыртқасының қылқанды өсіндісімен 6-ші қабырға шеміршегін қосатын сызықты біз қиғаш сануал дейміз. Ол мына жерден де көре аламыз, мінекей. Қиғаш сануалды, сол жақ өкпеде де бізде жоғарғы және төменгі бөліктің арасында қиғаш сануал орналасады екен. Жалпы бұл бөліктерді не үшін білуіміз маңызды, себебі сіздер білесіздер, трахеядан бронх тараған кезде ең бірінші бөліктен кейін сегменттерге, одан кейін бөлікшелерге бөлініп кетеді. Және осы жерде, мысалы, каждый бөлік, каждый сегментте қабыну процестер пайда болса, қандай да бір жаңағы эксудат жиналатын болса, ол басқа бөліктерге де таралып кетуі мүмкін. Сонымен біз өкпенің синтопия, склеротопия, галатопиясына тоқталдық, анатомиясын айттық, жиектерінің шекарасын анықтадық және бөліктерін айттық. Енді келесі бізде сегменттер. Жалпы сегмент дегеніміз жаңағы бөліктердің өзі бізде дальше бөлініп кетеді сегменттерге. Мысалы, өкпенің сегментін түсіну үшін сіздер бронх тармақтарын қайталап шықсаңыздар болады. 3-ші қатарлы бронхтармен осы өкпе артерия тарамдарын қамтамасыз етілген бөлікті біз сегмент деп атайды екенбіз. Ол сегмент сыртынан дәнекер тінді қабатпен қапталып жатады, өкпенің паренхималық бөлімшесін беріп жатады екен. Енді мына жерде бізде оң жақ өкпенің сегменттері көрсетілген. Оң жақ өкпенің сегменттері, мысалы, жоғарғы бөліктен бізде 3 сегмент тұрады, яғни ұштық, мінекей бірінші, екінші номермен тұрған бізде артқы сегмент, одан кейін мына жерде 3-ші алдыңғы сегмент. Бұл бізде жоғарғы бөліктен. Енді ортаңғы бөліктен тарайтын бізде 2 сегмент болады, латеральды сегмент және медиальды сегмент. Ал төменгі бөліктен бізде көптеген сегменттер тарайды. Оның мына жерде номермен көрсеткен, 6 жоғарғы, одан кейін 7-ші номермен тұрған
так, мына жерде 7-ші номерді көрсетпепті. Жалпы медиалды базальды, одан кейін алдыңғы базальды, латеральды базальды, артқы базальды сегменттер орналасқан. Мінекей мына жерден осы суреттен тоқтатып видеоны қарап алсаңыздар болады, қандай сегмент бізде қай бөліктен кетіп тұрғанын. Мінекей. Ал бізде сол жақ өкпеде жоғарғы және төменгі бөлік болады. Жоғарғы бөлікте 3 сегмент болады, саны жағынан ұштық сегмент, алдыңғы және жоғарғы төменгі сегменттер. Енді төменгісінің өзі саны 5 болады. Ол жоғарғы медиалды базальды, алдыңғы базальды, латеральды базальды және артқы базальды сегмент дейміз. Мына жерде мына лекцияны осы бөлікті жазып алсаңыздар болады, қандай өкпеден қанша сегмент және олардың атаулары жазылған. Міне сегментке не екендігіне анықтама беріліп кеткен. Осы жерде қарап шықсаңыздар болады. Достар, мына суретке мән берсек, жалпы бұл бронхтардың тарамдалуы, бронх ағашы, оны сіздер бірінші курстарда да өткен шығарсыздар. Енді сонда да базалық білімді біз білуіміз керек, сол үшін қайталап өтейік. Жалпы бізде бронх бифуркациясынан басты бронхтар айтедік. Бізде басты бронх екі өкпеге қарай бағытталады. Жаңағы оң жақ өкпеде бізде 3 бөлік бар ғой, соған сәйкес басты бронх бізде бөліктік бронхтарға қарай алмасып кетеді екен. Енді осы бөліктік бронхтардың өзі өкпенің сегменттеріне сәйкес оң жақ өкпеде 10 сегмент, сол жақ өкпеде 9 болады дедік. Бізде сегменттік бронхтарға тарап кетеді. Енді мына жерде сегменттік бронхтардың өзі бізде дальше тарамдалып кетеді. Бізде айтып өтсек, сегменттік бронхтардың диаметрі 1 мм болады, және ол 9-10 бөлшектік бронхтарға мінекей бізде бөлшектік бронхтар дейміз. Енді бөлшектік бронхтардың бізде диаметрі 0,5 мм болады екен. Ол бізде дальше бізде терминальды бронхтарға тарап кетеді. Енді терминальдының ерекшелігі оларда шеміршек болмайды. Терминальды бронхтардың өзі бізде респираторлық бронхиолаға тарап кетеді екен. Респираторлық бронхиоланың каждайынан бізде қапшық түзіледі, альвеолярлық, және альвеолярлық түтік түзіледі. Сакули альвеолярис, дуктули альвеолярис дейміз. Осы әрбір қапшық пен түтіктер бізде өзара альвеоланы құрауға қатысатынын білесіздер. Сонымен сіздер білесіздер, өкпенің негізгі көпіршіктері альвеола болып табылады. Бұл бізде газ алмасуға қатысады. Біз не үшін бұл бөліктерді айтып шықтық? Себебі өкпеде тура осылай бөлінеді сегменттерге, сегменттердің өзі бөлікшелерге, және бұны білу не үшін маңызды? Себебі мысалы осы бронх жолында, мына жерде бөлікшелік бронхтардың бойында, немесе сегменттағы бронхтардың бойында, мысалы қандай да бір бөгде тұрып қалды делік. Енді бөгде тұрып қалса, қалған бөліктерге бізде оттегі бармай қалады. Сол нәтижесінде не болады? Өкпенің қалған аймақтары, сол сегменттері бізде некроздана бастайды. Енді дистрофиялық бұзылыстар болады, оттек бармаған екен, сіздер білесіздер. Ол жақ бізде жұмыс істемейді некрозға ұшырағандықтан. Енді сондықтан да бізде осы қандай сегментте, қандай өкпенің бөлігі зақымдалып жатқандығын білу керек. Дәл сол сияқты, туберкулез кезінде де қабынулық инфильтрат жиналатын болса, өкпенің басқа сегмент бөліктеріне жайылып кетуі мүмкін. Енді мына жерде ацинус деген ұғым бар. Енді ацинус дегеніміз бұл өкпенің құрылымдық негізгі бірлігі болып табылады, және ол 15 шақты, бір ацинуста 15-20 шақты альвеола орналасады екен. Енді әр нәрсенің құрамын білу керек. Мысалы, бір ацинустың құрамына не нәрсе кіреді десек, ол 3 респираторлық бронх кіреді, альвеолярлы түтік пен қапшық және капилляр кіреді екен. Ал өкпенің сегментінің құрамына не кіреді десеңіз, ол 3-ші қатардағы бронхтар мен өкпе артериясының тармақтары кіреді. Біз бронхтарды не үшін жаттадық? Тура сол сияқты біз өкпенің артериясы тарамдалады, бөліктік, сегменттік артерия болып. Мінекей дәл сол сияқты, мінекей мына жерде 3-ші тармақтардан бізде осы бронхтардың мен артерияның жиналысын өкпе сегменті деп атайды екенбіз. Достар, жалпы өкпе бойынша осы. Енді мына жерде қанмен қамтамасыз етілуі, иннервациясы, лимфа ағысы берілген. Видеоны тоқтатып өзіңізге жазып алсаңыз болады. Енді біз бұл иннервация қанмен қамтамасыз етілуін келесі плеврамен қосып айтсақ та болады, немесе біз оны жеке видео сабақ ретінде шығарамыз. Себебі көпшілігі осы қанмен қамтамасыз етілуін түсінбей қалып жатыр екен.